Lights, camera, action. Сәлем достар, бүгін апталық влогымыздың 6-шы күні, яғни 5-ші мамыр. Қазір таңғы уақыт, таңертеңгі уақыт. Мен Рөлске айтқан болатынмын, таңертең посылкамды әкеп беріш деген. Ол мені ту туралы көліктерім соларында апарды да, маған әкеп берді посылканы. Мен оны уже аштым, және оны видеоға түсірдім. Тек бір посылка болғандықтан оны жалғыз өзін салғым келмейді. Сол себептен де ертең тағы да посылкалар келетін болса, солардың барлығын қосып бір видео қылып каналға шығаратын боламын. Ал әзірге бұның ішінен не шыққандығын айтпаймын. Достар, қазір сағат уже 6 болды. Мен бұл уақытқа дейін видео түсірген жоқпын. Яғни видеоға түсіретінде де ешнәрсе болған жоқ. Сол себептен де ешнәрсе түсірмедім. Мен просто үйде өзімнің үй шаруаларымен солай жүрдім. Енді қазір видео монтаждауға отырайын деп жатырмын. Кешегі күндерді монтаждаймын. Және де бүгін салып жіберемін. И қазір мен шашым су, себебі шашым жуалдым. Шампанское есть, цветы есть, фрукты есть, свечи есть. Вроде все есть, но я волнуюсь больше них. Айсу, не волнуйся, все будет хорошо. Почему ты переживаешь? Ну, не знаю. Все готово. Фу, так вдруг Махман не понравится, скажет, все, может, на улице будем кушать. Достар, мен жаңа видео монтаждап отырған болатынмын. Сол видеоны жартысы демонтаждадым да. Ары қарай қыздармен киноға кетіп қалдым. Видео яғни демонтаждалған жоқ. И мен жаңа ғана келдім, шамалы уақыт болды. Вот, енді ол видеоны мен қашан салатынын білмеймін каналға. Әйтеуір күнде деп. Негізі шынымен уақыт жоқ. Менің мұрным қазір кішкене қызарып отыр. Себебі дала мұздай. Шамалы мұздайлау. Мен кеше айтқан болатынмын, дала ыстық, маған ұнамайды деп, енді бүгін мұздап кеткен. Сол себептен де даладан кішкене тоң қалдым. Вообще маған осы апта тез өткен сияқты, себебі білмеймін, тез өткен сияқты, но бұл апта емес. Маған осы бір оқу жылының барлығы тез өтіп кетті. Басқаларға қайда, маған солай. Уже бір айдан кейін жаз басталады, каникул. Но оның алдында біздерге гости экзамен болады. Мен 9 оқимын, кім білмейді. Солай біздерге емтихан. Емтиханның қалай болатындығын, қай күндер екендігін біздерге кеше айтты. 28 мамырдан 8 маусымға дейін уақыт аралығында болады. 4 пәне болады. Енді қазір аздан кейін ұйықтаймын. Барлықтарыңызға қайырлы түн. 7-ші күнге дейін кездескенше. Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Мен досыма мән бермей қойыңыздар. Ұйқыдан жаңа тұрып жатырмын. Бүгін бізде 7-ші күн влогымыздың және де соңғы күн, яғни бүгін біздер басқа қалаға барамыз отбасымызбен, және Шалқарға баратын боламыз. Шалқарда кейбір подписчиктерім ойлайды, сен Шалқарда тұрасың деп. Жоқ, ол жақта мен тұрмаймын, ол жақта менің әжелерім, туыстарым тұрады. Не үшін дейтін сұрақтар болатын болса, біздер әшейін қойнаққа барамыз. Және де ол жақта интернет бар ма, жоқ па білмеймін. Егер бар болса, видеомды сояқта жасаймын. Сіздерге айтайын, мен әлі видеомды жасаған жоқпын кешегі күндердің. Себебі менің уақытым болмады. Қазір мен компьютердің алдында тұрмын. Монтаждаймын деген, но уақыт болмай тұр. Біз қазір шамалдан кетеміз, уже сол себептен де тезірек киініп шығу керек. Мен әлі киімдерімді дайындаған жоқпын, неше дайындайық. Неке достар, мен киімдерімді жинадым. Киімдеріне ондайға көп киім емес, яғни біздер көп күнге кетпейміз, сол себептен осындай киімдер алдым. Наверное, 4 күнге кетеміз. Осындай бір ақ футболка алдым. Сосын осындай қара футболкамды алдым. Сонымен қатар қара шалбар или джинсы. Сосын мына бір бомбер, бұның сыртына киіп аламын. Сонымен қатар үстімдегі футболка бар. Солай. Мына бәрін қазір жинап, сөмкеме салып қою керек, дұрыстап. Достар, біз әлі кетіп бара жатырмық, жолдан тоқтадық. Онда қызғалдақтар бар. Ондайға көп емес, бар. Достар, қараңыздар, прям күшті. Біртімдей сары, ішімдей фиолетовыйлар да бар. Так что, бұл жерде машина. Даламызда жел.
қазір шалқардамын. Достар, бұл жақта істерге не түсіремін білмеймін. Қызық болып жатқан жоқ ондай қатты. Вот, сағат уже 9 болды. Жақта адамдар сөйлеп отыр. Негізі бұл үйге ертең қонақтар келеді. Вот, соған дайындықтар басталып жатыр. Наверное, мен қазір сол жерден түсіремін. Мүмкіндік болса. Достар, және де мен бүгін Инстаграмнан прямой эфир жасауын батырмын. Егер мен Инстаграмыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер, сілтемесі описаниеда болады. Инстаграмды бір стильде жүргізуге тырысып жатырмын. Сол себептен тіркеліп кетіңіздер. Вот, сол прямой эфир жасаған кезде көбісі менің шашымды байқады. Білмеймін, сіздер влогтан байқадыңыздар ма, байқаған жоқсыздар ма? Короче, осындай шашым. Және де достардың артта шығып жатқан дауыстар үшін кешірім сұраймын. Үйдегі адамдардың дауысы. Мына көкен соткысы. Мерет. Не там олет. Ха-ха-ха. Это была шутка. Мне дастархан бетер мындай немен жауып қойдық. Потому что бұл ертеңге дейін, короче, бактериялар болады дейін ба. Вот, короче, дастархан. Мұнда төсек, ұйықтайды адам. Достар, қазір сағат 2 болып жатыр. Біз енді ұйықтайын деп жатырық. Вот, дастархан дайындап қойдық. Енді осымен менің видеом аяқталды. Апталық влогым аяғына жетті. Сіздерге деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, каналыма жылды ұмытпаңыздар. Алдағы видеоларда кездескенше. Всем пока!